Көрәгі сен барып келген маған. Жоқ, мен танымағым ба. Ха? Жоқ, танымағым. Достар, томалақ бастар. Бауырым қалай жақсы ма денсаулығың жақсы ма, мақсымың жақсы ма ғой? Жақсыз ба? Сұңғат бауырым, сен бұл бүкіл Джунгоны атпен аралап жүредің, бұл жаяу жүргенін қалай мына жүрсің, әй? Енді мына бүгінгі таңда енді күнеске келіп қалдым ғой. Иә. Күнесті бір айланып, өш жерде бір 3-4 күн байланып қалайын деп жатырмын. Енді өзімнің өмір жағымды айтатын болсам, сізге айтып түсіндіре алмаймын ғой жақсы. Енді біраз жұмыстың ыңғайы болса, тауып істейін ба деген қазір енді ойдамын. Бірге тамаққа жүрмедіңіз баға? Айланып жүрген менде. Жүр бірге бір айланып. Мен қолымнан бір дәм татып көріңіз, қолды деген оңай берген жоқ. Ой, сен аспаздық өнеріңде бар ма еді? Аспаздық өнерінде қолым адам тұра келмейді аға. Жүр онда осыған. Жарайды аға, жайғаса беріңіз. Саламатсыз аға. Жақсы тұрасыз. Естісем мен аға өш жерде бір жұмыс орнына адам алады деп. Шинжан хабарында естіп, сонау текестен ат терлетіп келіп отырмын аға. Мен таныдыңыз ба? Жоқ, танымағым ба. Менің атым Сұңғат бейзин атпен барып келген бана танымайсыз ба? Жоқ, танымаймын. Көрәгі сен барып келген маған. Жоқ, мен танымағым ба. Ха? Жоқ, танымадым. Сонымен аға өш жерде сіздер бір енді адамға жұмыс алады деп. Сонымен енді сонау жақтан енді ат басын бұрып келіп отырмын. Енді сіздер енді осы бір тағам жайға адам алады деп. Ай, ол істей аласың ба сен өзің? Маңызды бар ғой шаға, мен бүріп қана шығарып жүрсем де болады. Қолымда енді ешқандай айып жоқ десем болады. Енді қолым енді ақ қудың қолыма ішкі бір бәленің қолы болып кеткен. Өніңге мына есік жақтаңызда көрсем, бәйменің өзі 15 юан деймін ба? Қандай бәймен жесе де? Өзің де білесің, 15 юан қимыл бағада беріп жатырмыз. Халық разы болып осындай. Айлығымды өлтіріп берсеңіз осы жерге дәкенсі дойбыға қойып тұрып істейін ба деген оймен келдім сізге. Егер қолыңнан келетін болса, бірнеше күн істеп көресің ба онда? Істеп көріп мен сынап көрейін. Иә. Онда мен бір істеп көрейін аға. Қолымнан бір дәм татып көріңіз. Қонақтарыңыз келсе қазір сырттан қарсы алып алатын боламыз. Жарайды аға. Онда мен бір тамақ шығарып көрейін, е? Жарайды. Мақұл, жарайды аға онда, е? Мен тамағым дәмін көріңіз. Ал достар, домалақ бастар, кетті мен тамағымның дәмін бір көрсетейін ағамызға, е? Сөйтейін лаубаным, міне. Мінеки тамағымыз дайын болды сіз үшін. Керемет. Келіңіз аға, тамағым дәмін көріңіз. Жарайды. Мұна ләңмандардың қалғи олдың шаш құсап тұр ол. Керемет, әме қол өнерің бар екен ғой сен. Рахмет аға, енді бір дәм татып көріңіз. Жарайды. Қолымнан. Ал аға, енді қолымнан дәм татып көріңіз, қандай пікір бересіз осыған енді осы уақытта бір айта кетсеңіз. Тамағыңды көрдік, өте дәмді екен, ләңман созуында өте керемет. Бір жерден көрген секілді бағана дойындақтар көрсе. Мен айттым ғой аға, мен бейжіңға барып бейжіңге барған жігіт екенсің ғой. Тұр айтасыз аға. Сұңғат деген. Рахмет аға. Сіздің есіміңіз Серік қойым, кешеде естуімде бар. 3 қоңыр деген осы асқаннан шаңырақ көтеріп мінекей бүгін 4 ай болды. Тұра ма аға? 4 ай болды. Мына 3 қоңыр музыкалық тағам жайымыз болса, күндіз қайтсаң түр шығады. Әдетте күндізде басқа отыруларыңызға да болады. Оның сыртында мұна әр түрдегі ләңман түрлері осында шығарып жатырмыз. Халыққа қолайлы болсын деп 15 юаннан қандай ләңман жесеңіздер де 15 сомға беріп жатырмыз. Орны қай жерде екенін енді осы халықта бір естік басын, мен ғана ләңманыңыз жей бермейін, мен ғана ләңманыңыз соза бермейін деген. Үш қоңыр музыкалық тағам жайдың орны болса, мына үлкен Гуаңчаңның шығыс қарай жүрген кезде Тоңның Ихай Жуден деген Жуденнің жанында. Бұрынғы Яужин тоғанның бойы. Үлкен залдарымыз бар. Залдарымыздың өзінде де 40-50 адам отыруына болады. Әдетте біздің осындай кішкентай жозыларымыздың өзінде 10-12 адам отыруына болады. Телефон нөмірім болатын болса 155 69 28 52 53. 155 69 28 52 53. Кешкі жозымыз болатын болса, әрқандай чай жозы болсын. Мәселен, туылған күн болсын. Сол туылған күн өткізетін кісілер болатын болса, мен осы туылған күнге тегін дәңгау беремін, тегін дәңгауын алып беремін. Ал чай жозыларыңыз болатын болса, сусынды тегін ұсынып беремін. Қарармандай халқым келіп қолдап тұрыңыздар. Халықтың қалтасы көтереді. Бірімізді осындай қолдап, жақсы күнде кезгетуге нәсіп етсін деген тілектемін. Әрқашан аман болыңыздар, өсіңіздер, өніңіздер. Сіздермен әрқашан жақсы күнде кезгету күнге нәсіп етсін ағайындар. Рахмет.